Кластерді құру қажеттігін түсіну үшін бірінші кезекте өндірушілерді, сүтті қайта өңдеушілерді, басқа да байланысты адамдарды, кластердің барлық стейкхолдерлерін уақыт талабы бірлесуге мәжбүрлейді, бір-біріне жақын болуға, бір-біріне көбірек сенім білдіруге мәжбүрлейді. Өйткені бұрын адамдар заңды келісім шартсыз ештеңе жасамаған уақыт болды. Уақыт сәл өзгерді. Біз тұрақты серіктестерімізбен сенімді қарым-қатынастар арқылы жұмыс істеу бойынша тәсілдер жасай бастадық. Өйткені сенімсіз бизнеспен болашақ құру қиын. Кластердің артықшылығы осы алаңда әрқайсымыз өзекті мәселелерімізді талқылай аламыз. Соның арқасында мәселелер ұқсас екенін байқадық, және әрқайсымыз осы мәселелермен күресудеміз. Біреулер өндірісте, ал біреулер дайындамада. Бірақ тәжірибеге сүйенсек, барлығымызға бірге күресу қажет. Бұл мәселелерді шешу, жағдайдан шығу қажет. Себебі сүт дайындаушы, сүт өндіруші фермерлер күнделікті негізгі мәселелермен бетпе-бет келеді. Бұл жақсы мамандардың кадрлық жетіспеушілігі, логистика бойынша мәселелер. Бұл мәселелердің бәрі бірдей. Ол мәселелерді шешкендер ілгері жүрді, ал кейбіреулері әлі артта қалып тұр. Неге бір-бірімізге көмектеспеске? Себебі біз барлығымыз бір үлкен іс үшін жұмыс жасаймыз. Біз барлығымыз еліміздің экономикасын дамытудамыз, және бұл ақпаратты күш бірлікте екен әрбір бизнеске жеткізгіміз келеді. Біз бірлескен кезде бір-бірімізге көбірек сенім артамыз. Біз күштірек боламыз. Бізге көмектесетін немесе біз оларға жәрдемдесетін серіктестеріміз күшті бола түседі. Бірақ мақсат бір, соны ұмытпау қажет. Кластердің өзі ең алдымен сүт өңдеушілер мен өндірушілердің әрқайсысы, ол жай ғана ұйымдасқан емес. Кластер импортты алмастыруға көмектеседі деген ойға басқаша келді. Бізде сөрелерде импорттық тауарлардың тым үлкен ағыны кездеседі. Біз ең алдымен отандық өндірушілерді өндіріс санын арттыру арқылы қолдағымыз келеді. Бұл негізгі мақсаттар, және өндірушілер мен өңдеушілер арасында қорларды толықтыру кезінде астыртын ереже бар. Бірінші кезекте отандық өндірушілерді қолдауға тырысамыз. Мысалы, сол болттар, бұрандалар және тағы басқалары. Өйткені олар да тырысады, олар да жұмыс жасайды, ал біз оларды қолдауға тырысамыз. Кластер идеясы кластеризация үкімет деңгейінде қарастырылып жатқан кезде біз кластер болдық деуге болады. Шамамен 5-6 жылдан астам. Тек біз оның қалай аталатын білмедік. Яғни кластер қалай дегенмен қолданысқа келеді. Бұл жылдамырақ болғанын қалар едім, адамдардың түсінігі өзгерген қалар едім. Олар көбірек және тезірек бірлескен қалар едім. Мысалы, біздің компанияны мысал ретінде келтіруге болады. Кластер болғанына шамамен 5 жыл болды. Яғни шағын кластер. Шамамен 10 компаниядан тұрады. Сүт өңдеушілер, өндірушілер, даярлаушылар және ветеринария мен зоотехния бойынша әртүрлі қызмет түрлерін дайындау бойынша шағын желі. Біз әлеуметтік корпорациясын жасадық, ұйымдастырдық. Ол кезде ешқандай кластер болмады. Бұл жай ғана әлеуметтік корпорация болды. Және оған түрлі бағыттағы компаниялар кірді. Олардың бәрінде бір мақсат болды. Бірнеше кезекте бизнесті өркендету. Сондай-ақ олар бір-бірінің көмегі болмаса, нәтижеге қол жеткізбейтіндігін түсінді. Міне, бұл тірі кластер. Қазір республикалық ауқымынан кейін біздің түсінгендігіміз сәл өзгерді. Кластерде шекаралар жоқ екенін түсіндік. Оны шексіз масштабтауға болады. Әдетте қалай болады? Фермер иеленуші, басқарушы, мал дәрігері, бухгалтер. Бір сөзбен айтқанда барлық қызметкерлердің рөлін атқарады, және әдетте бәрін уақытында орындау үшін уақыты жетіспейді. Кластер осылайша әркімге жеке бухгалтер, мал дәрігері және тағы басқа қызметкерлерді ұстаудың қажеті жоқ екенін көрсетеді. Тек 5-10 фермерді біріктіріп, бір немесе 2 аптаға шаралар жоспарын әзірлейтін жақсы зоотехник жалдауға болады. Кейін күн сайын немесе күнара жоспарлы келіп отыру қажет. Басқа фермаларда мал дәрігері, бухгалтер, басқарушы дәл солай жұмыс істесе болады. Немесе фермерлер үшін жем жинайтын қымбат техника, фермерлерге комбайн немесе тракторларға аспалы жабдықты сатып алудың қажеті жоқ.
Жоқ, бірлескен жоспарды талқылауға болады. Біреу сәл бұрын егеді, екіншісі кейінірек. Бәрінде азық бар. Барлығы бақытты. Техниканы қымбатқа алудың қажеті болмады. Бұның бәрі бірлесе отырып жасалды. Кластер деген тіпті бірлестік емес, нарық қатысушылардың санасында өзгерістер болып табылады. Қазіргі таңда заман әр секунд сайын өзгеретіндігін ұғыну, тұтынушылық пен сұраныс өте тез өзгереді. Біздің кооператив салыстырмалы түрде жас. Оны 2018 жылы тамыз айында ашты. Кооператив 7 қатысушыны қамтиды. Негізінен бұл өндірушілер, яғни фермерлер. Оған қоса біз қазір сіздермен бірге тұрған Айна сүт тауар фермасы жатады. Біз бірнеше міндет үшін біріктік. Бірінші міндет бұл біздің өндірушілерді азықпен қамтамасыз ету. Біз Кенесары ауылының базасында жем-шөп орталығын, оның ішінде қосымша 400 басқа арналған сүт тауар фермасын ашуды жоспарлап отырмыз. Бұл ең бірінші міндет. Біздің тауар өндірушілерімізді сапалы азықпен қамтамасыздандыру. Біздің екінші міндетіміз барлық қатысушыларымызды аналық бағыттағы өнімділігі жоғары асыл тұқымды мал басымен қамтамасыз ету. Біз шетелден, Еуропа елдерінен мал әкелуді жоспарлап отырмыз. Ағымдағы жылы бірінші кезеңде 400 бас мал әкелінді. Сәйкесінше біздің кооператив қатысушылары тұқымдық түрлендіруді жүргізіп, қолда бар малды, оның ішінде олардың асыл тұқымды малын өнімділігі жоғары мал басына ауыстыру тиіс. Міне, біздің кооператив аясында біз бірінші кезеңде фермерлерде пайда болатын осы екі негізгі мәселені шештік, оларды алып тастау. Кооператив кластердің құрамдас бөлігі болып табылады. Сүт өндірушілер біз бұл кластердің бірінші кезеңіміз. Біздің кооператив кластердің бір бөлігі деп айтуға болады. Кластерді дамытудың бастапқы нүктесінде тұрамыз. Бұл сүт өндірісі. Сәйкесінше бірінші кезеңде екі негізгі міндет. Біздің қатысушыларды азықпен және жоғары өнімді малмен қамтамасыз етуді орындап, біз шикізат сүт өндірісін арттыруда автоматты түрде нәтижеге қол жеткіземіз. Тиісінше сүт өңдейтін кәсіпорындарды тиеу мәселесі туындайды. Бұл сүт кластерінің екінші қатысушысы, сүт өңдеу кәсіпорындары. Сәйкесінше біз бірінші кезеңде шикізатымызды 3 сүт зауытына жеткіземіз. Сүт сауымын арттыра отырып, біз осы кәсіпорындарды тиеуді арттыра аламыз. Бұл кластердің екінші қатысушысы. Үшінші қатысушы бұл әрине іске асыру. Іске асыру шеңберінде бізде Есіл әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы және Ақмол сауда үйіне тиесілі Ақмол сауда желілері бар. Біздің дайын өнімдеріміз осы сауда желісі арқылы Астана қаласының нарығында сатылатын болады. Жалпы сүт кластер деп айтуға болады. Шет елдердің тәжірибесі, соның ішінде еуропалық елдердің тәжірибесі бізге бірігу қажет екендігін көрсетіп отыр. Сүт өндірушілер бірігіп, қойылған міндеттерді шешу керек. Бұл тұрғыда мемлекет саясаты және 2015 жылы ауыл шаруашылығы кооперативтері туралы заңдардың қабылдануы сүт өндіру саласында туындайтын мәселелер мен барлық қойылған міндеттерді бірігіп шешу үшін ынталандырады. Жалғыздың үні шықпас деген жақсы мақал бар. Жұмысты жалғыз орындағаннан гөрі бірге отырып, біз көп мәселелерді шеше аламыз. Біздің облыста сүт кластерін дамыту бұл қажеттілік деп айта алмаймыз. Бұл дереу шешілуді қажет ететін мәселе. Бұрын шешу керек еді. Бірақ менің ойымша осы мәселелердің бірінші кезеңде шешу арқылы қазір біз дұрыс бағытта келе жатырмыз. Бұл мал азығы орталығын құру және малды жоғары өнімді малға ауыстыру. Бұл біздің сүт кластерінің дамуына серпін береді. Егер сүт саласында сүтті мал шаруашылығындағы бәсекелестік туралы айтатын болсақ, Ақмола облысында сүт өнімінде мүлдем болмайды деуге болады. Бәсекелестік жоқ, сондықтан қайта өңдеу зауыттарын тиеу, егер қателеспесем, 49% құрайды. Тиісінше барлық сүт өңдеу кәсіпорындары сүт жеткізілімін күтеді. Сондықтан сүт өндірісіндегі бәсекелестік туралы айтудың қажеті жоқ. Қазір сүт өндірумен айналысқысы келетіндердің барлығына мемлекет барлық мүмкіндіктер береді. Бұл жеңілдікті несиелер,
салықтық преференциялар субсидиялау. Мемлекет мүмкіндік береді, ал қалғаны өзімізге білекті сыбана жұмысты бастау қажет. Сондықтан біз бәсекелестік жоқ деп айта аламыз. Бұл жерде алдымызға қойған мақсаттарға қол жеткізу үшін бірлескен ынтымақтастық жүріп жатыр. Бізде малды ұстау бойынша және малды өсіру бойынша стандарттар бар. Малды азықтандыру бойынша стандарттар бар. Осылайша кластерге қатысушылар үшін, яғни сүт өндірушілер үшін осындай стандарттарды енгізу сүт сапасын жақсартады. Сәйкесінше біз сауым санын арттырамыз. Біз бұл бірыңғай стандарттарда біздің кооператив қатысушысының ерікті келісімі бойынша енгізуді ұсынамыз. Біз фермерлерді осы стандарттарды енгізуге ешқашан мәжбүрлемейміз. Біз оған стандарттардың жақсы үлгісін көрсетуге тиіспіз. Егер де сіз мұнымен айналысқыңыз келсе, сапасы осындай, саны осындай, біз көмектесуге дайынбыз. Біз осы стандарттарды енгізуге дайынбыз. Алайда сіз біздің талаптарымызға сай болуыңыз керек деп айтуға қажет. Міне, біздің шаруашылығымызды осындай эталонға итермелеуіміз керек.